Курстас досым Миятқан өзі қыз қырқынға өтімді, реңді, шашы да бира-бира, өзіне жазып тұратын қияқ сұлу мұртты бар бойшаң жігіт. Анда-санда маған: "Сен тым момынсың, өмірің, жастығың тез зыр етіп өте шығады. Айда жас кезіңде қыз келіншектермен дәурендетіп, ойнап күліп қал. Немене, үйіңнен аттап шықпайсың?" деп ақыл айтатын. Ылғи қасында бір қыз, не сылқым келіншек еріп жүретін. Ауыл жаққа той-томалаққа ертіп апарғанда да біреуін алып түседі. Үйінде бір ұлы мен екі қызы, жазығы орысша сөйлейді демесең, әп-әдемі келіншегі бола тұра, қыз көрсе жұтынып, жұлқынып кетеді. Өзі әйелінен жасырып жүрген сұлулармен әрі кетсе 6 ай, әйтпесе 2 ай қыдырыстайды да тастап кете барады. Оған баса ұрып қайғырмайды. Жаңа қыз тапса дос жаранына көрсетіп мақтанғысы кеп жүргені. Өзі тәп-тәуір жерде қызметте, тәп-тәуір айлық алады. Бірақ сол тапқан таянғанын қыз қырқынға жарата сап, жұмсап тастайтынын қайтерсіз. Біз кездескеннен, кеңес үкіметі құлағаннан еркіндік тиді ғой. Мына Алматының батыс жағы қыз қырқынға кеңінен толып кетті. Қасқайып шетінен шертіп жүріп таңда да ертіп кете бер. Бірге барып көрсеңші бір рет, деді мені бүйірімнен түртіп, әдемі күлкісіне салып. Ол күлгенде мұрты бірге жыбырлап тұрады. Ой, құрысын, керегі жоқ. Ана Сайын көшесінде сапты жеп сан түрлі сұлулар тізіліп тұр. Тіпті малолеткалар да көп деп таңдайын қақты. Жұмыстың соңына таман ол телефон шалды. "Нариман, ұйғыр кафесіне келе қалшы, бір періштемді көрсетейін" деп Миятқан кең-кек мәз болып күлді. Бірге төмен ұйғыр кафесінде анда-санда кездесіп, шай-пәй ішіп өткен кеткенді әңгімелейтінбіз. Кофенің дәмі тіл үйреді. Жаздық алаңындағы үстелде Миятқан бір қызбен отыр. Бірден сөз тізгінін өзі алды. "Мынау Нариман деген досым. Екеуміз университетте 5 жыл бірге оқыдық. Бұл жігіт тек 5-ке бітірген оқу озаты" деп мені мақтай жөнелді. "Мына қыз Жамал деген періште. Қарашы қандай перизат, ғажап, сұлу. Сен екеуміз суретшіміз ғой. Мынандай сұлулықты көрдің бе? Қазақ қызы осындай болсын. Жамалдың портретін салуға кірістім" деп қызға сұқтана қарады. Жамал өңді, бірақ бетіне, қан көзіне опа-далапты көп жағатын және үстіне арзан иіс су аямай себетіні сезіліп тұр. Мынандай шыжыған аптатта бұлай боянуы тым артық сияқты. Апта өтпей Миятқан тағы шақырды. Бұл жолы атақты есік мейрамханасына орынжай ұйымдастырыпты. Бұл жер удай қымбат, көрінгеннің қолы жете бермейді. Ол кезде Алматыда мейрамханалар жоқтан қасы. Қоңыр салқын бұрыштағы үстелде үшеуміз түскі ас іштік. Миятқан әлгі ернің қып-қызылғып бояп алған Жамалдың асты үстіне түсіп әлек. "Нариман, шыныңды айтшы, Жамалдың сұлулығына жан жетпейді. Жамалдың тұтас бейнесін салмақшымын. Талай-талай натурщицаларды көрдім ғой. Мына періштемнің дене бітімінің бәрі қандай ғажап сурет. Галерея, ән салып тұрған симфония, мөлдіреген поэзия, бүкіл қазақ қыздарының бітім болмысының символы. Қарашы, мүсінінде бір мін жоқ. Мойнында, омырауында және кіндік тұсында әдемі түйме қалы қандай ғажап. Міне, суретшісің ғой, қарашы. Көзі тұңғиық, жанары әдемі, кішкентай қауырсындай құлағы, дір-дір еткен әнтек бүрілген ерні. Міне, мұндай сұлулық қалай ғана бір жанның бойына біткен десеңші. Хор қызы ғой, періште ғой" деп тамсанып, қызыл ерін қызға үзіліп үздігіп қарап қойып, таң қалып сымбат көркін айта жөнелді. Миятқанның сөзінен кейін Жамалға зер салып бажайлай қарасам, ешқандай асып тасып жатқан әдемілігі жоқ, сыры кете бастаған сурет секілді. Қайта-қайта ішкен қымбат коньяктан кейін Миятқан екеуінің де беттері қызарып, жанарлары от шаша бастаған жалындай шырайланады. Жігіт мақтап, мадақтап суреттеген сайын қыз керіліп, тіпті "Міне көріңдер" дегендей шалқайып, сылқ-сылқ күліп мәз. Миятқанға көзін төңкере қарап, Миятқан да нағыз жігіттің төресі. Мынандай бұйра шаш ешкімде жоқ деп еркелей, наздана шашынан сипап қойғанда, Миятқан 6-ға толжаға кезіккендей езуі жиылмай ыржалақтай берді. "Ішпейсің, өмір арақ ішпейді, әйелінен басқаға бармайды. Қалай тұншығып кетпейсің, Әкем арақ ішетін, содан іштей өзіме өзім еш уақытта арақты аузыма алмаймын деп серт бергенмін. "Нешауа" деді досым, мұрты жыбырлап. "Нешауа, біздің де әкелеріміз өкіртіп ішкен. Папам көп ішеді" деді қуыршақтай болып отырған қып-қызыл ерін қыз үн қатып. Көзіндегі жас сол мөлт-мөлт ете қапты. Екеу бір бөтелке армян коньягын ішіп тауысып,
Суретші досым әңгімесін сұлулыққа кеп тірей берді. Бар сұлулық әйел денесінде, әйел затын көрікті, мүсінді етіп әдейі жаратқан, ал сол тұлғасына мінез құлқы сай қыз өте аз. Міне, өмір бойы армандап жүрген кейіпкер періштені таптым. Осы қыздың суретін салып біткенде, бүкіл адамзат тамсанып аузын ашып қалады. Жамалдың бейнесін сала бастадым. Бұл қыз шешініп, натурщицаның орнына барып тұрғанда, сұлулығына сұқтанып басың айналып, 5-10 минут ес-түссіз қарап қаласың. Ол мүсін емес, әппақ көркем періштенің елесі. Ой, қойыңызшы ағай, деді Жамал, ақырын күбір етті. Жаным ғой, бұл қыз, іздедім таптым, шедевр картина болады деп, миятқан қыздың бетінен шөп еткізіп сүйіп алды. Қайтайын деп жинала бастадым. Рахатстан, ғажайыпстан деген осы болар деп досым сұқтанып, қызға мейірлене қарап өліп өшіп барады. Отыра тұрмадың ба? Мейлі, бара ғой. Даяшы тағы 200 грамм армян коньягын әкелші. Ақырын тұрып басым дейзеп қоштасып шығып кеттім. Олар бір-біріне қарап, қолдарын айқастыра ұстасып, көзбен аймаласып, дуылдай қызарған күйі отырған орындарында қала берді. Көп замай Павлодар облысының жаңа қызметке ауысып көшіп кеттім. Арада жыл өтті. Демалысымды алып Алматыға сағынып құстай ұшып жеттім-ау. Шілде айындағы Алматының көркі қандай ғажап десеңші. Қол созымда сәукелілері күнге шағылысқан абыз алатау асқақтайды. Анда-санда таулардан соғатын қоңыр салқын самал кеуде сарайыңды кернеп, көңіл күйіңді көтеріп пыраққа мінгендей, әсерлендіріп жіберетіндей. Кездескен жанға танымаса да бас изеп, сәлемдесіп, күлімдеп жүретін Алматының ажарлы, инабатты адамдары қандай. 2-3 күндей балаларым данда-мұнда ертіп апарып ойнатып жүргенде, миятқан досыма қайта-қайта телефон соқсам көтермейді. Бір жұмадан кейінға миятқан досым табылдау. Әлі үні түс болып қалса да ұйқылау досым. Әлі бұлғым. Ой, бұл мен Нариман. Қайдасың? Павлодардасың ба? Жоқ, осындамын. Қазір саған барайын деп едім десем, тұтқанын тастай салды. Оның шеберханасы қаланың орталығындағы 9 қабат үйдің 5-ші қабатынан қиналмай таптым. Темір есігін тықылдатып, көп тосып қалдым. Қоңырауы істемейді. Есікті майкішең миятқан ашты. Шеберхана терезелерін тұмшалап жауып тастапты. Қап қараңғы. О, досым, қалың қалай, әрең таптым ғой деп қаусыра құшақтағанымда, одан арақ иісі мүңк ете қалды. Электр жарығын жағып жіберіп едім. Бөлме іші ыбырсыған қоқыс, шашылған киім-кешек, шеттегі үстел үсті тола бос шишалар, жиналмаған ыдыс-аяқ. Түске шейін ұйықтап жатқанын қалай деп абажадай үлкен терезенің қақпағын аштым. Бұрыштағы төсектен әлде бір әйелдің ыңырсып, «Митя, олгым, пивалдыршы» деген дауыс естілді. Қазір деп миятқан досым қипақтап қалды. Жүрші деп сыртқа алып шықты. Пушкин көшесіндегі аллеядағы сәкіге келіп отырдық. Нариман, сен ренжімеші, көк түйінім болмай тұр, бас сынып барады, түсін, сыралайын, бірдеңе бере тұршы, деді. Миятқанның түрі суға салынған ешкінің терісіндей, жидіген бет аузы, сиырдың солған желіндей быт-шыт, көз алды көгеріп, салым-салымы шыққан, екі иығы қушиған, даусы жарықшақтанған, жанары өшкен адамға тура қарай алмайтын жасқаншақ мүсәпір пішін. Үсті басы кір-кір, шашы ұйпа-типа, баяғы досымды танымай қалдым. Қарсы алдымда күні бітіп бара жатқан маскүнем бейшара, бөтен біреу тұрғандай көңілім қатты жүдеді. Саған не болған дедім сасқанымнан. Кейін айтам, кейін. Ол біраз ақша ала салып дүкенге жүгіріп басып кете барды. 1 жыл ішінде жүнжіп, араққа жығылған досымның түр әлпетінен әбден шошындым. Ол 1 сетка сыраны сыңғырлатып алып жетті. Үйге жүр деп ишарат жасап, алға түсіп емпеңдей жөнелді. Жанка, мә іше ғой деп, кірген бойда сыра бөтелкесінің тығынын тіспен ашып, бұрыштағы әйелге ұсынды. Төсекте отырған күйі әлгі әйел бөтелкені басына көтере, қылқылдатып ішіп алды. Қысылмай, қымтырылмай, ішкі тәні көрініп тұрған шкөлекшен қалпы қасымызға жайғасты. Сонда ғана оның баяғы қызыл ерін Жамал екенін таныдым. Жамал, сәлеметсіз бе? Сәлем, Митя, тағы біреуін берші деп әйел екінші бөтелкені әп-сәтте тауысып, үстел үстіндегі сигаретті тұтатып, түтінін ширатып тарта бастады. Досым да апыл-ғұпыл сыраны сіңгітіп жатыр. Өсіп кеткен мұртына жағылған сыра көбігіне де қарамай ақылеп-ұқылеп, «Жанка, қалай басыңның ауырғаны қайтты ма?» деп жаутаң етеді. «Кушать хочу» деп Жамал көк түтінді сытатқан күйі 3-ші бөтелкені ашып жатып, «Қазір» деп баяғы арқар тұрған досым бүгежектеп, қалтырап газ плитаны тұтатып,
шәугіммен шай қойды. Жамалдың баяғы кербес сиқы жоқ. Сап-сарыға бояған шашы, ұйпа-түйпа сойған тауықтың жүніндей үрпиіп, арақ пен темекі сасыған денесінен сыра толы бөшкедей жаман иіс шығады. Ашық-шашық іш көйлегін болбыраған буылтық-буылтық денесі көзге ұрады. Опа-далапты көп жаққан ба жоқ, захар суды көп ішкеннен бе, бет-аузы мыж-мыж қаптаған құмырсқаның ізіндей әжімдер, шұбар бет, қайқы төс, түрік ернін шүршитіп, ар ұяттан құрдым жұрдай қатын бөгде адам барсың-ау деп те қарамады. Үстел-үсті ыбырсыған қоқым, қатқан нан, кесілген колбаса, ашылған консерві, шеті тістелген тұздалған балық, темекінің тұқылдары, босаған бөтелкелер бөлменің әр жерінде домалап жатыр. Жанка, ішесің бе деп, бәйек болған досым үстелдің бір шетін қолмен сыпырып шақырып еді. Не хочу, басым жазылмай тұр деп, қайта төсегін сықырлатып шіріген бөренедей ары қарап жата кетті. Бөлме іші қапырық, көк түтін, борсыған ащы иіс. Жүрші, Жанкаға бірдемелер алып келейікші деп, Миятқа маған мөлие қарады. Қу жапырақша дірілдеген құр сүлдесін сүйретіп, ине жеген иттей сүмеңдеп қалған оның мына түр әлпетін көріп іштей қатты шошындым, әрі қорықтым. Осыдан бір жыл бұрынғы арқардай арқыраған, айбынды да адуынды керемет келбетті досымнан жұрнақта қалмапты. Жүр кеттік дедім сыртқа шыққанша асығып. Нариман, мына бұрышта сырахана бар, соған барайықшы деп өзі солай бұрылып жөнеліп алды. Сыраханаға іші гуілге толы, өңкей реңі тайған, бет-ауыздары дөңкиіп, өңі тозған, мыжырайған жандар қалқайып тік тұрып, саптаяқтарын көтеріп сыралатып тұр. Миятқан екі күрешке сыраны қылқылдатып бірақ тартты да, маңдайынан тізіліп шыға келген шып-шып терін сүрткіледі. Болмай тұр деді темекісін қайта-қайта құшырланып. Үсті-үстіне тартып, көк түтінді бұрқыратқан досым жәутеңдеп мүсәпірлене қарады. Бас әлі шытынап сынып тұр. Бір ғұмыр ақ шикушка алшы. Маскүнемдердің ежелгі әдеті арақтың атын туратамай шиша құмыра деп атайтынын білемін. Қайран асыл текті қызғырқынның көз құрты болған, алпамсадай алып тұлғалы, сұңқардай самғаған сері досым әбден тозған керзетіктің қонышындай мыжырайып бітіпті. Есіл азамат борда езіліп, өшіп бара жатқанын көріп өзегім өртенді. Шикушка арақты стаканға екі бөліп құйып алып тартып алды. Көз жанары тұтанып әңгімесін көйтті. Нариман, мына досыма не болды деп сұрай алмай тұрсын ғой, енді сыра ішуге болады деп, саптаяқтағы сыраны анда-санда ұрттап қойып, соңғы бір жылда болған жағдайды айта бастады. Жамалға қалай жақындадым, темірге жабысқан магнитте айырылмай қалды. Өзің білесің, қызғырқынның бірін икемдеп алып, келесіне секіріп кете беретінмін, ешқайсысына көңіл бөлмейтінмін, шаруа бітіретінмін де басқа қызымды іздеймін. Жыласа да соңымнан қалмаса да бұрылып қарамай шорт кесіп тастайтынмын. Қыздар осы қызық, қызыл сөзіме, суша сапырған уәдеме құлай сеніп қалады. Тілегіме жеткенше уәдені үйіп төгіп бере беремін. Қалай төсекте дегеніме жеткен соң, жемтігіне тойған бөрдей жеріп шыға келемін. Қанша қыздың сорына қалдым. Қаншасы маған үйленеді екен деп сеніп барынан айырылды. Мүмкін солардың көз жасы, қарғысы тиді мекен маған. Сен таңданба, жыланғарып алған торғайдай осы Жанкаға, осы Жамалға қалай байланып қалғанымды түсінбеймін. Қақпанға түскен арландай қанша мәрте қашып кетейін ақ деп, осы бәледен құтылайыншы деп ойласам да кете алмадым. Арқандаулымын, тіпті темір шынжырмен кісендеулімін. Бұйырғанын орындайтын құл зәңгіге айналдым ғой. Сенесің бе? Жамалдан кете алмайтын кеселге ұшырадым. Соны көрмесем тұра алмаймын. Сорлымын ғой. Бұл Жамалды қайдан таптың дедім ішімдегі қызылды білдірмекке. Бүгін саған бар сырымды, бар құпиямды айтайын. Сенен басқа кімім бар? Бәрінен айырылдым ғой мен бейбақ. Түп-түгел айырылдым. Жамалды қайдан таптың дейсің бе? Қайдан болушы еді? Сайын көшесінен. Анда-мында сол көшеде қаздай тізіліп, көзін сүзіп тұрған көбелек қыздарды қарап өтетімін. Саған өтірік, маған шын. Кешкі апақ-сапақта сол көшені бойлай, ақырын машинамен қарап кетіп бара жатсам, жол жиегінде ағаш түбінде бір әдемі перизат тұр. Тұп-тура періште. Қайта бұрылып келіп әдейілеп қарадым да таңғалдым. Қарағым қаншаға деп машина есігін аштым. Аға, қатты қысылып тұрмын. Бүгін тұңғыш рет шықтым бұл көшеге. Ұялып тұрмын. Маған 100 000 теңге керек, әйтпесе жағдайым қиын. Әкем қатты науқас, әл үстінде. Дәрі алуға ақшамыз жоқ деді. Жүр, онда демалайық деген едім. Аға, ағатай, алдымен ақша беріп қойыңызшы деп қиылғанда,
қалтамнан 100 000-ды суырып бере салдым. Міне содан басталды ғой біздің хикая. Алғашқы күндері өзіңмен таныстырдым ғой. Басқа облысқа жұмысқа ауысып кеттің. Сен жоқта бұл нақұрыс досың не көрмеді десеңші. Жамал маған алғашқы кезде бәрін өтірік айтып жүріпті. Ақымақ басым, соның бәріне сеніп, айтқанына көніп құстай ұшып жүрмедім бе? Ақыры матап байлап алды. Төңіректеп кете алмаймын. Бұл Жамал мыстан қатын болып шықты. Бұрын байы болған, бала алдырамын деп бір жола тумайтын бедеу болып қалған. 2-3 күйеуімен де ажырасқан. Әкесі ауылда алқаш, оларға дәрден көмектестім ғой. Бұл жүзі қара маған не істесе де көтере беремін, шыдаймын. Бірдеңе десе шаптығып, қайда-қайдағы бейәдіп сөздермен ұрысқанда қара жерге кіргізіп жібереді. 6 айдан кейін әйелімен ажырастым. Үйімді сатып жартысын алып Жамалға кеп бердім. Машинаны пұлдағанбыз. Күнде жиын, күнде той. Арақ шарап ішпесек тұра алмайтын халге жеттік. Жұмыстан да қызметімнен де қуылдым. Әзер жарты айлықпен істегенсіп жүрмін. Қалай күн көріп жандағып жүрсіңдер? Бағанағы шеберхана үкіметтікі ғой. Соған көшіп алған біз бір жола. Біттім ғой, біттім. Қолым дірілдейді, сурет те сала алмайтын болдым. Жамал, періштеңнің картинасын бітірдің бе? Қайдағы күмбетіп тұңғиыққа түсіп кеттім де өң мен түстің арасында елес боп құр сүлдем жүр ғой. Кезінде салған суреттерімді көшеге шығарып сатып, тиын тебен етемін. Құрдымға бір жола түсіп кеттім ғой. Ол қос қолдай шекесін қысып, еңкілдеп жылап жіберді. Қайран асыл текті айбынды досымай, мынау мүсәпір, кісәпір, мүскін түрге қалай тап болдың? Қалай ғана мәскүнен болып тез арада алжа-алжаң шығып, кәужіреген шірік бөренедей қауқарсыз жанға айналып кеткенсің. Қайран досымай, ол өксіп алып, әңгімесін әрмен қарай жалғастырды. Оған тағы бір саптаяқ сыра кеп алдына қойдым. Заман бұзыларда әуелі әйел бұзылады. Бір ақырын айтыпты ғой, ақыр заман боларда су тартылар, қарап тұрған жігітке қыз алыштылар деп. Арын сатып өздігін барып қазына бәрін сатып көшеге шығып тізіліп тұратын жезөкшелер қаптап кетті. Міне, Жамал да сол көп салдақының біреуі, сырты адам, іші шаян, тірідей жұтты, тірідей көмді. Біттім ғой, біттім. Миятқан-ау, оған енді қалай шыдап жүрсің? Bir жола кетіп қалмайсың ба? Талай мәрте кеткім келді, кете алмадым. Шыр айналып бұдан шыға алмаймын. Білмеймін, бұл нағыз сайқал мыстал, жіпсіз байлап матап алды. Кетейін деп қашсам жүрегім тарсылдап іздеп, алаңдап, ойымнан бір шықпайды. Дедектеп отырып қайда келемін. Өзде талай мәрте бұлапы тұрсып, кет көзіме көрінбе деп, қолына түскен нәрсемен ұрып соғып қуып шыққанда да бір түннен артық шыдай алмай, жалынып жалбарынып қайтып келдім ғой. Тізерлеп тұрғызып қояды. Сенесің бе? Бедірейіп безбүйректеніп жолатпай қойғанда қайтейін, талай-талай боздатып жылатты ғой. Айтқанын істететін өр көкірек, шаншып қойған қурай құрлы көзіне ілуді қойды. Адам барау деп менен ұялмай, қызармай, не бәлелерді істемеді десеңші. Саған айтуға аузым бармай тұр. Бәрін жасырмай айтмай атқан, маған айтпасаң шерменде болып өлерсің. Байқұс дегенімде ол өксіп көзін жеңімен сүртті. Балаларымды ойлап қанжытамын. Әйелім басқа жаққа көшіп кеткен. Адам терісін жамылған бұралқы ит болдым ғой. Нақұрыспын. Қарадай басым шақшадай болып, адам боп сезінуден қалып барамын. Шынымды айтсам тірі өлікпін. Баяғы Сайын көшесіндегі подружкаларын ертіп келіп, Жамал үйді арақ ішіп, темекі тартып, жын ойнақ жасайды. Олармен бірге ай-шай жоқ опаланып, боянып, киініп кетіп қалады. Алғашқы түнде кештетіп болса да оралып жүрді. Кейін 2-3 күн жоқ болып кететінді шығарды. Келгенде арақ сасып, мас болып, гүрс етіп төсекке құлайды. Құрбыларымен келсе арақ ішіп, билеп, түні бойы маған ұйқы жоқ. Дастархан дайындап күтушіге айналдым. 1-2 рет мұның не деп көріп едім, кетемін деп шаңқылдап, омырауына тыққан бір бума ақшаны маған лақтырып жіберді. Сүмелек пұл тауып сені асырап жүрмін. Қураған қайыршы, арағыңды ішіп шалқып жүрген бұл күніңе зар болып қаласың дегенде, жігерім құм болып, үндей алмай отырып қалдым. Ақыры өзімді адам демей-ақ, жігіттермен еркін саудаласып сөйлесе беретін болды. Бірде олардың барып жүрген саунасын барып көрмек болдым. Қаланың қақ ортасындағы мекен жайын өзі телефонмен айтып қойған. Түнделетіп жетіп барсам, есікте кезерде күзетші божбан қара жібергісі келмеп еді. Қолына 5000 теңге ұстаттым. Жамалдан кілт алуым керек деп әзер ішке кірдім. Сауна іші әлем-жәлем, ұзын көкпеңбек бассейнде анадан жаңа туғандай, үстерінде лопа жоқ қыз-келіншектер тірі пендеңді байқамайды. Бұрыштағы үстел басында 4-5 жалаңаш еркек, біреуінің тізесінде отырған Жамал көре сала атып тұрып,
Миша, саған не болған? Келме мұнда, жоғалт көзіңді деп итермелеп сыртқа шығарып жіберді. Өзі шала қызу, арақтың әсері ме, саунаның ыстығы ма, Жамал құлпырып жайнап кеткендей көрінді. Қуып шыққанда бөксесін ойнатып келе жатқанда бұрыштағы еркектер сұқтана қарағанын көріп ішім әлем-жәлем. Жанка, бір бөтелкеге ақша берші дедім. Ол халатының қалтасынан ақша алып бетіме лақтырды. Ұстай алмай жерге түскенін ала бергенімде арқамнан дүңк еткізіп ұрып жіберді. Сволочь, өлексе, жолама енді мұнда. Келсең аналарға айтып тұншықтырып өлтіремін, көлге тас байлап лақтырып жіберемін, түсіндің бе оңбаған деп далаға итеріп қуып шықты. Берген ақшасына бір тәулік арақ іштім. Жанка қайтпады, жоқ. Ішім өртеніп күйіп барамын. Арақ ішем, сыра сіміремін, кайып болып құлаймын. Тірілемін де қайта шөлмекке жармасамын. Ішіп өліп қалар ма едім. Жанкам үшінші күні келді. Түк болмағандай бір сөмке азық түлігі бар, арақ шарабы бар. Жымия келіп, жанаса қасыма отырып, Миша, саған не болған, тамақ ішейік, адам құсап, міне бәрін әкелдім, тұра ғой жаным деп кезденіп кеткен басымнан сипап еді, тәлтіректеп атып тұрдым. Жанка, Жамалым, кешірші жаным деп құшақтай жыладым. Сөйтіп арағын ішіп, кайып болып түк болмағандай жүре беретін болдым. Ол түнге қарай жуынып, шайынып, әтірін себініп, бет аузын бояп, барынша киініп шығып кетеді. Екі көзім төрт болып, темекіні сорып, арақты стаканға құйып, қайта көтеріп, қызғанышымды баспақ боламын. Ол шаламас болып келгенде өлерде қуанам. Кешіксе өзім, оның өзіндей құрбы қыздары жалдап алған пәтерлерінен өліп, мәс болып ұйықтап жатқан жерінен тауып, есін жиғызып әкелемін. Сондай сорлы болдым. Миятқан үнтінсіз төмен қарап отырып қалды. Жүйкесі үшін жігері құм болған досым бір жыл ішінде жабысқан шерін тарқатып айтып беріп, енді есеңгіреп отыр. Өрттің өзінен бұрын түтіні көрінеді. Алғаш бүгін мұның ұсқынсын көріп, шошып кетіп едім. Аңқылдаған қаранардай қайран досым-ай, екеуміз арманшыл едік. Болашақта үлкен ғажайып суретші болсақ деп тәтті қиялдарға шомылатынбыз. Қызметтің соңынан кеттім. Сен қызғырқының буына мас болып жүрдің. Ақыры міне өзің қақпанға түсіп, қансыраған қасқырдай бұратылып бітіп барасың. Сен талантты, туа біткен дарынды екеніңді мойындайтынмын. Кезінде салған суретіңе таңғалатынмын. Тура жол таппасаң, мына қым-қуыт тіршілік қорда етеді, суға да батырады. Жүрегім жаншып жаман күйзелдім. Опына берсең опырылып кетесің. Бір амал табуым керек. Су ішпеген ағаш тез қурайды. Миятқан тұрғане, кеттік дедім. Маужырап отырған ол селк ете қалды. Қайда барамыз? Біздің үйге кеттік. Ол алақтап, сасқалақтап білбей басып соңымнан ерді. Алақаным бүртіп қызарып, екі білегім қышиды деп ол қасына бастады. Бұл маскүнемдіктің белгісі, бауырың іріп кетпесін дедім, қатты сөйлеп. Айбатынан бүкіл аңқұс айбынған арыстан сұлу қыз түлкіге үйленіпті. Аңдардың бәрін айбынмен алған, қақырланса орман дірілдеп кететін арыстанға қалай қорықпай күйеуге тидің деп түлкіден сұрайды. Сонда сұлу түлкі қызыл құйрығын бұлған қақтырып, жымысқы көзін аударып төңкеріп, арыстан бұрын арыстан болатын, маған үйленген соң ол мысық болып қалды ғой депті. Шынында да арыстанда баяғы күш қуат жоқ, күн санап каужіреп, ешкім қорықпайтын жуас мысық секілді мәнжу басқа айналыпты. Жасына жетпей өліпті. Бүкіл билігі мен байлығы сұлу қызыл сайқал түлкіде қалыпты. Шұғыл шешімге келдім. Дереу қала шетіндегі әкемнің үйіне ертіп әкеліп, монша жағып, бұлаулап, үш қайта шомылдырып, дембіл ыстық шай беріп, борша терлеттім. Жаңа іш киім, жеңіл киімді сатып әперіп кигізіп, жаңа туған сәбидей жатқызып қойдым. Әке-шешем қалбалақты бет асты. Қатық қатқан сорпаны зорлап ішкіздім. Түні бойы елегізіп аласырып шықты. Бала кезіміздегіде екеуміз бақ ішіндегі тапшанға төсек салдырып жатқанбыз. Түні бойы досым жайлы ой қаумалап шалай ұйықтап тұрдым. Шеберханаға келсек, теріс қарап бөшкедей боп теңкиіп Жамал әлі ұйықтап жатыр екен. Түнде біреулер болған-ау, үстел үстінде бос бөтелкелер сап түзеген солдаттардай көбейіп қалыпты. Миятқан ақырын балып, Жамалдың шашынан дайындап әкелген қайшымен кішкене қырқып алып, қалтасына сала салды. Сөмкесінен бет орамалын алды. Айдап отырып, Алматының тау жағына шығып кеттік. Өзім талай келіп жүрген Есентай өзенін жағалай, машинам кеткен жеріне шейін барып тоқтадық. Төменде аспан айналып жерге түсердей қапырық буып, төбеңнен ыстық күйдіріп, өрттей болып тұрса да, Бутаковкадағы қоңыр салқын, таңғажайып табиғатты рәсуа етіп, сан түрлі ағаш тоғайды талқандап, қырқа-қырқаны қарс тілімдеп,
Үйлер, жолдар салына бастапты. Баяғыда бұл уақытта ұшып қонып жүретін сан түрлі құстар да көрінбейді. Қайран ақ басты абыз алатауым, жер жетпегендей, сенің көрпең бет жүзіңді айғыз-айғыз тіргілей бастағаны ма? Сәнің мен салтанатың іспеттес тау бөктерінде таңғажайып орман тоғайың емес пе еді? Төменде газ бен смолаға, түтінге тұншыққан Алматыдан қашқан жұрт өзен жағалап, осы арадан рахат табатын. Енді бұрын қалың жыныс тоғай болған тұрған тау баурайын отап, өртеп, тақырлай бастапты. Тек сай табанында Алатау мен Алматы осындай халге жетті дегендей, көз жасына көміліп, мөлдірей аққан өзен суы да баяғыдай емес. Тартылып, жағалауы құрғап, топырағы ашылып көрініп қалыпты. Су жағасы көкпеңбек майса шөп, суға жабыса жалбыз бен бүлдірген өскен. Бүлдіргені әлі піспесе де ұстап көріп, балалығымды еске алдым. Миятқан екеуміз долана ағашының көлеңкесіне келіп шешініп, алып шыққан заттарымызды ортаға қойдық. Миятқан, жақсылап тыңдап ал, айтқанының бәрін істейсің, өзің білесің, күйік әулиенің ұрпағы, Түктібай бақсының жиенімін. Сені Жамал әбден дуалаған, бойыңа түгел дуа жайылып кеткен. Сол дуасын қайтарамын, әйтпесе үзіліп, құрып кетуге аз қалыпсың. Жадылаған ба сонда деп, досым аузын аша таңдана қарады. Иә, оның сұмдық сұмпайым мүләйім жәдігөй әбден азып тозған жезөкше екен біле тұра неге айырмай жабысып қалғансың? Неге? Бір қатынның қырсығы 40 есекке жүк болыпты деген осы. Сені дуалап жартесті, есуастандырып жіпсіз байлап матап тастаған. Шынында да деп міңгірлеп тасқа отыра кетті. Иә, әруақтар қолдай көр, Қорқыт баба, күйік Түктібай аталарым, әсімді оң қылып миятқан пендеңді дуадан тазарта көр, жын шайтаннан ажырата көр деп қол жайып бата тіледім. Кезінде шешем осылай айтатын. Дайындап әкелген консерві қалбырына бір уыс қорғасын салдым да от жағып ерте бастадым. Ал миятқан қара деп балқыған қорғасынды жылтыр қағаздың бетіне шашып төге салдым. Жақсылап қара, міне көрдің бе, шашы жайылған албасты бейнесі шықты. Сені солғатын дуалаған. Енді дуаны қайтарамын. Ғұмыр арақ ішпеймін, темекі тартпаймын. Өйткені мен бақсы әулиелердің ұрпағымын. Әсте болмайды. Досым болған соң ғана амал жоқ осы іске кірістім. Жанка оңбаған екен қоя деп миятқан көзі шарасынан шыға, шашылған қорғасынға қарап басын шайқай берді. Ал енді ең қасиетті тұзбен аластаймын деп бір шөкім тұзды алып төбесінен 7 рет айналдырып, жабысқан бәле дуа «Мына қасиетті тұзбен кет, мына ағып жатқан сумен кет» деп суға лақтырып жібердім. Шешемнен, ауыл қарияларынан, бақсы балгер тәуіптерден көргенімді, оқыған білгенімді істеп айтып жатырмын. Мына қара қошқыл түтінді қара деп, кепкен адыраспанды тұтатып, түтінмен аластай бастадым. Бүкіл буыныңды, 62 тамырыңды түгел буып тастапты. Адыраспан қасиетті денеңе жабысқан жын бәлекеттерді қуып шығады деп, үсті басын көк түтінмен ыстап, аластап шықтым. Енді міне Жамал албасының шашын қара деп жайпақ тастың үстіне қойып, оны сіріңкемен жағып жібердім. Пәлекет сәлекет осымен кет-кет деп күлін жинап бет орамалға салып түйдім. Екінші шетіне 7 қиыршық тасты салып, жоғарырақ барып жер қазып көмдірдім. Үстінен секіріп тапта. Пәлекет сәлекет осымен кет, бір жола кет деп қайталап дедім. Есі шыққан жартылай жалаңаш досым жаңағы көмілген жер тепкілеп, өкшемен нығыздай берді. Енді костюмыңды алып кел, мына түйреуішті еш уақытта алма деп, түйреуішті жүрек тұсындағы ішкі жағына төмен қаратып түйредім. Мына албасты пішінде енді өзің өгіт, таспен ұрып бөлшекте деп бағанағы қорғасынды бердім. Ол құшырлана тістене қорғасынды бөліп үгіте бастады. Қайта балғытып үстіне күкірт тастап едім, түтіндеп жаман иіс шықты. Жалтырақ қағазға қорғасынды қайта шашып кеп жібердім. О, мынаны қара, миятқан, дуан кетіпті. Тазарыпсың, қарашы, жақсылап қарашы. Мұнда не тұр? Аң-таң болған досым шөкелеп отыра қалып үңіліп қарады да, гүл ғой мынау деді таңғалып. Албасты дуа кетіп, гүл өміріңе қайта оралдың деп, денесін, арқасын қағып күбірлеп дұға оқыдым. Ол сол сәтті атып тұрды да, ағашқа сүйене бере еңкейіп, лоқсып құса бастады. Ұзақ лоқсыды. Екі көзінен парлап, жас шығып, іші бауыр солқылдап бүгіліп тұра алмады. Сен көк жасыл запыран құстың болды, міне, ішіңдегі дуа сыртқа шықты. Бір жола тазардың, ағардың досым, міне, шапшып аққан суға бойыңды тазарт.
Ол суға секіріп сүңгіп кетті. Айғайлап баяғы бала кезіміздей өзенге рахаттана шомыла бастады. Алатаудың сілем-сілем баурайларындағы киіз үй тігіп, малдарын жайлауға бағып жүрген ағайын туғандарыма барып сәлем беріп, аралап бір апта жүріп қайттық. Есін жиып, әл жинап, қымыз ішіп, ет жеп, бетіне қан жүгірген досым екеуміз Сарыбай бидің бетіне Құран оқып, әулие бұлақ басына ағашқа бет орамал жыртып байлап дем алып отырғанымызда Нариман әйелімен табыстыршы, бала-шағамды әбден сағындым деді қиыла. Баруға бет жоқ, балаларым нағашыларына сейіс алмай жүрген болар. Жарайды, онда кеттік Қарағандыға дедім. О, әулием, сен нағыз әулиесің, қыдырымсың, сенің ғана қолыңнан келеді бұл жағдай деп мені қапсыра құшақтады. Кеттік дедім досымның ниетіне риза болып. Алатаудың баурайы көк майсаға малынып тұнып тұр. Баяғы мыңғырған қалың қой ешкі, әрі қара мал жоқ. Тотияйындай көкпенбек аспанда дәл біздің төбемізден алып құс айналып ұшып жүр. Тауық ұраны бүркіт пе, әлде өлексе аңдыған тазғара ма? Қанша тесіліп қарасам да ажырата алмадым.